Так, ар бер зонаңызды онда біздер графиктен бір көріп шығамыз. Демек, қараң, біздерде ар бер зонаңыз бар. Қараң, байға шыққан, барған ана жерде азмазар келген, қызыл шамдар берген. Демек, ар бер зона қылып алып қойсаңыз болады сол жерде. Сіздерде ар бер зонасы бар бір. Енді бұған базар еле жетіп келмеген, жетіп келуін күтің онда. Кейінгісі, одан кейінгі ар берге қараң. Демек, біздерде ана жерде ар бер шамыңыз бар. Енді сұрау, ар бер шам мынандай жақылықта кіп-кітті өкізін не қыла мысалы? Қараң, неше пипс отырды? Бұл 28, 29, 10 пипс отырды па? Демек, 10 пипслік зона болмайды ешқашан. Біздер не қыламыз оны? Шамның саяларымен қосып алың мұнда. Шамның саяларымен қосып алатығын болсаңыз, демек сіздерде зона қалыптесті базарда 27, 31, 40 пипслік зона қалыптесті. Демек, 40 пипслік зонаңыз бар. Не қыламыз? Зонаға жетіп келді, болды. Сатшы кіреміз саудаға? Яқ, кірмейміз. Тасти қалудың жолын көрсетем бір. Қараң, М5 таймфреймді зона ап қойдым. Енді мұны неғыламан М1 таймфреймге өтуім керек. Тап сол жерден зона тауып саудаға кіруім керек. Кеттік, зонамыз саяқта қалды біздердің. Мұна жер екен, зонаңыз бар екен сіздерде. Зонадан тасдиқ алуым керек. М1 таймфрейміне түсіп келіп, сол жерден тасдиқ алуым керек еді. Қараң, зонаға түсіп келген уақытында қайсы бірінде тасдиқ бар. Демек, мына жерде қызыл шамдар импульспен түсіп келген, тасдиғың жоқ бұл жерде сіздерде. Тасдиқ қайсыда? Мына шамда отырды сіздерде. Тасдиқ қызыл шамның астын біздерде жасыл шам саясымен барып алып келу керек педі. Мында сол нәрсе. Көрген болсаңыз, алдыңғы қызыл шамның астын кейінгі жасыл шамның саясы барып алып келген, яғни свип қылған. Демек, біздердің саудаға кіретуіміз қалай болады? Саудаға кіруіміз керек, мына жасыл шам жоғалғаннан кейінгі қызыл шамнан точка вход болады. Демек, 4327.9, почти 28 деп ала қойын ал сіздер үшін. 28-ден саудаға кіріп жатырсыз. Стоп лосс қандай болады? Астындағы, яғни минимумдағы жаңа астына алып келген шамның саясының ұшына. Бұл 24 болып атқан болса, осының 10 пипс сиятымен ақ қойың, жетеді соңыздан. Демек, бұны мен қоямын, 23-ге қойсам, менде стоп лосс зонам, демек 23, 28, 50 пипс болады сондағыз. Демек, сіздердің саудаға кірген жеріңіз 50 пипс. Егер ең кіші объеммен саудаға кіргеніңіздің өзінде де стандарт шотта $5 зиянға кіресіз дегені. Бір сделканың өзінен. Демек, take profit жаңағы айтқанымдай, RR 1-ге қойың мейлі, 1-ге 2 қойың мейлі, қалеуіңіз демаса, ақырғы мына жердегі максимумға тіреп қойсаңыздан болады. Демек, осы максимумға тіреп қойсаңыз, соның өзі 38 отырды. Кірген жеріңіз 28, ал take profitіңіз 38-де. Демек, RR неше отырды біздерде? 50 пипс, ал take profit 100 пипс. RR 1-ге 2 аралығында саат нешенеді жүріп берген базар. Бұл жетеді соңыздан. 100 пипстен анау аралық емес, кемінде $10 пайдаға шықтыңыз. Кеттік, кейінгі зоналарды іздеп бастаймыз біздерде. Кейінгі зоналар қай жерлерде пайда болған? Біздерге импульсный әрекет керек, һәм импульсный әрекеттің ортасында пайда болған бір дана өзгеше шам. Ямаса, кішкентай болса, 2 данаға болып қалуы мүмкін біздерге. Енді қай жерде бар? Мысалы үшін, так, вот, мына жерде бар екен біздерде. Демек, сол жерден алып қойсаңыз болады. Тақырыпте. Енді бірақ базар көргеніңізде гефке дұрыс кеп қалған. И вот ұшқан бұлай қарап импульспен. Негізінде реакция алған қарап. Мына жерде бір шам барып келіп реакция алып тұрды, бірақ азанғы гефке дұрыс кеп қалыппыз. Кеттік, яқшы, кейінгісін алып кете беремін. Так, біздерде қандай? Импульсный әрекет бар, ортада пайда болған қызыл шамыңыздан бар. Осы тақырыпте алып қойсаңыз болады, не? Бір шамның өзіне алсаңыздан, екі шамның өзіне алсаңыздан бұл тақырыпте деп тартып келесіз. Демек, біріншісі енді фолны жетіп келмеген, бірақ кішігірім болса да зонаңыздың ішіне кіргенде реакцияны резк аспан қарап ұшқан. Бір уақытлар айланып келіп, сол жерден және бір мәрте реакция алып базар жоғары кеткен. Енді именно М1-дің өзінен тасдиқ алуыңыз мәжбүр емессіз, М5-дің өзінен тасдиқ алған халда саудаға кіріп кетсеңізден болады. Зонаңыз отырды сіздерде, зона сәл үлкейлеу меніңше. Так, 4203, 4208. Бұлам 50 пипслік зона отырды. Не қыламыз? М5-дің өзінен отырып тасдиқ аламын дейтін болсаңыз, бұның амыдажы бар. Мұна қызыл шамның астын, мұна жасыл шам саясы менен свип қылып жоғарда жауылу шар. Демек, бұл жоғарда жауылып атыпты. Кіретуын жеріңіз сіздерде 4205. Ал стоп лосс болатығын болса, сіздердің стоп лосс зонаңыз шамның астына, яғни 4201 болатығын болса, 201-де 8 деген 201-дің өзіне қойың, 8 пипс запаспен. Демек, сіздерде 4201, 4205. Демек, сіздерде бір 45 пипс дейме аралық бар екен. Стоп лосс зонаңыз. Ал take profit RR 1-ге 1, ямаса жақын жердегі кішігірім максимум болса да, сол максимумға қойсаңыз болады. Максимум мұнда. Бұл 4218. Кірген жеріңіз 4205, take profitіңіз 4218-ге шығып атыпты. Демек, аралық болса, яғында 50-іңіз бар, яқта 8-іңіз, общий 23. Яғни 230 пипс болмаса өзі